Баршаңызға қайырлы күн достар, мен Ақгүл Абдуллаева. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын әрі өте дәмді тіске басардың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны қарамас бұрын менің инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Алдымен қаймағымызға шым-шым тұз сеуіп, жақсылап араластырып қоямыз. Бізге енді 2 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқамыздың үстіне қалауымызша тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Енді лаваштарымыз дайындаймыз. Лаваштарымызды өзіміздің табамызға қарай дөңгелетіп кесіп алғанымыз дұрыс. Мен осылай барлығын дайындап қойдым. Болмаса осындай дөңгелек дайын лаваштар да сатылады. Соны пайдалансаңыздар да болады. Қызып тұрған табамызға азғантай май құйып, жұмыртқамызды үстіне құямыз. Одан кейін 1-2 минуттай пісіреміз. Жұмыртқамыз жартылай піскен соң лавашымызды үстіне саламыз. Видеода көрсетілгендей табамыздан алып, осылай жұмыртқамыз бетіне қарап тұратындай қылып төңкереміз. Осылай дәл ортасына қаймағымызды жақсылап жағып шығамыз. Оның үстіне қалауымызша колбасаларымызды тізіп шығамыз және бетіне қалауымызша ірімшігімізді себеміз. Видеодағыдай екі жағын бір-біріне айқастырамыз. Дайын лавашымызды енді жаңа қызып тұрған табамызға екі жағын жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Осымен біздің тіске басарымыз дайын достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Таңғы асқа дайындасаңыздар, тойымды таңғы ас болады. Соңына дейін менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.